ғалымымыз Шоқан Уәлиханов алғашқы саяхатшы. Сабақтың мақсаты халқының ғалым Шоқан Уәлиханов өмірі, сүрген ортасы, ғылымға қосқан үлесі саяхаты туралы оқушылардың шығармашылық жұмысы арқылы кең түрде мағлұмат беру. Дамытушылық Шоқан еңбектерінің құндылығы, ғылымға қосқан үлесі саяхатын талдау. Оқушылардың бойында еліміздің біртуар ұлы ғалымы Шоқан өмірі деген қызығушылық сезімін тәрбиелеу. Алдар бәріміз де білеміз, Шоқан Уәлихановты. Біз Шоқан Уәлихановтың бүгінгі алғашқы саяхатшы, Қазақстандағы саяхатшы, алғашқы ғалым, этнограф, тарихшы екенін білеміз. Негізінен Шоқан Уәлихановтың шын есіміне келетін болса, Мұхаммед Қанапия екен. Қызметі ғалым, тарихшы, этнограф, саяхатшы, ағартушы, зерттеуші. Туылған жылы 1835 жыл. Туылған жері қазіргі Қостанай облысындағы Құсмұрын көлінің жағасы. Әкесі Шыңғыс Уәлиханов, анасы Зейнеп Шорманова, жұбайы Айсара Уәлиханова. Арғы атасына келетін болса, қазақтың ұлы ханы Абылай Шоқан оның шөбересі, өзінің атасы Уәли хан болған. Шоқан ауылдың бастауыш мектепте оқып жүріп, араб, парсы, шағатай тілдерінде негізін үйреніп алды. Шоқанның өзінің әкесі Шыңғыс Уәлиханов Шоқанды 12 жасында Сібір кадет корпусына оқуға алып барады. Және 12 жасынан бастап ол Сібір кадет корпусының тәрбиеленушісі болып қабылданады. Жастайынан өзі зерек, өте білімді оқыған бала болғандықтан, оның Шоқан 30 жасына дейін көптеген Қазақстанның көптеген жерді зерттеп шыққан. Және 30 жасына келген кезде ол кісі деген тарихшы, этнограф, саяхатшы, ағартушы, зерттеуші сондай адам болған. Енді бұның ең үлкен еңбектерінің бірі біз Қашқария еңбегін айтуға болады. Шоқанның білесіздер, Қашқарияны бар зерттеген. Және де Алтын шаһар немесе Қашқария туралы еңбегі Шығыс Түркістан халықтарының тарихын, географиясын, әлеуметтік құрылысына арнап жазылған әлемдегі тұңғыш зерттеу еңбегі осы үлкен кітабы Алтын шаһар деген Шоқан Уәлихановтың кітапшасы шыққан деген. Және де Шоқан Уәлиханов деген 1854 жылы қазан айында Батыс Сібір генерал-губернаторының Гасфордтың адъютанттығына тағайындалуын алып, Омбыда ол Сібір ведомствосындағы қазақтар тарихын жинау жұмысын жалғастырған екен. 1855 жылы жазда Уәлиханов генерал-губернаторының Семей облысы Іле аймағына сапарында бірге болады. Жетісу өңіріне жеке саяхат жасайды. Бұл салдарында ол өңір тарихын, географиясын, халық ауыз әдебиетін зерттеп, бірнеше ғылыми мақалалар жазған деген. Сіздер білесіздер, Шоқан Уәлиханов деген Қашқария еңбегіне баратын кезде Шоқан Уәлихановтың өлімі деген өлімі ол кісі деген жаңағы өкпесіне салқын тиіп, сол өкпесіне салқын тиген Қашқарияны зерттеп жүрген кезде өкпесіне салқын тиіп, 30 жасына келген кезде ол кісі өмірден озады екенбіз. Енді ол Шоқан Уәлиханов өзі жастайынан зерек болған себебі ол атасы әжесінің қолында айғанының айтқан жаңағы нақыл сөздері, өзінің естіген ақылдары, соның нәтижесі оған өте көмектеседі. Өте сол әжесінің қолында, айғанының қолында Шоқан Уәлиханов тәрбиеленген болып есептеледі. Енді бүгінгі Шоқанның ең жақын достары Николай Иванович Василевский, Достоевскийдің да Шоқан шығармаларының барлығы қазақшаға істеген, аударған болып келеді. Қазақ әдебиетінде, ауыз әдебиетінде жақсы зерттеген болып келеді. Енді Шоқанның әкесінің аты кім? Сіздерде сұрақ қойсам, бүгінгі тақырып бойынша. Шоқанның әкесінің аты Шыңғыс Уәлиханов. Оның өзінің атасы кім екен? Уәли атасы деген. Ол кімнің немересі деген? Уәли кімнің? Абылай ханның шөбересі екен. Абылай ханның шөбересі, оның атасы Уәли хан болып есептеледі. Енді Шоқан атақты саяхаты, қандай саяхатты Шоқанның атақты саяхаты? Қашқария саяхаты туралы айтуға. Шоқан зерттеген қырғыз жыры қандай жыр? Манаш жыры деп айтады. Манаш жырын өзін білеміз. Ең өте зерттеген несі жыры Манаш жыры. Шоқанның Қашқарға барғандағы есімі қандай есіммен барады деген? Қашқар деген
атымен барады дейміз, иә. Енді Шоқанның шешесінің аты кім? Зейнеп, аха. Шоқанның жарының аты кім? Айсары, дұрыс айтасыздар. Шоқанның әжесінің аты Айғаным деп айтамыз, иә. Енді барлығымыз да бүгінгі тақырып бойынша Шоқан туралы түсінген сияқтымыз, иә. Енді үй тапсырмасын қарай, Шоқан Уәлихан саяхатшы туралы үйге тапсырма осыған сіздер деген баяндама жазып келесіздер, және де тағы да қандай зерттеулер бар екенін соны оқып біліп келесіздер.